Ер азаматсыз әйел адам өмір сүре алмайды. Екеуі бір-бірінің былайша айтқанда қуатына тәуелді. Алла солай жаратты да. Егер рухани жақтан айтатын болсам, ер азамат біздерге керек. Елімізді қорғау үшін, шекарамызды қорғап отқан солар. Мынау елімізді кезінде аталар жаудан алып қалған солар. Біз оларды жамандай алмаймыз да. Жай ғана тәуелдікті шығарып берсек болды. Біз олардың бірінші қадір құрметін көтеруіміз керекпіз да. Біз қанша дүниені біз мойнымызбен көтергенмен де былайша біздің қолымыздан көп зат келе бермейді. Мынау алып үлкен зәулімдерді салатын солардың күші. Тыныш ұйқымызды беріп отқан солар. Рас қой, біз оны мойындауымыз қажетпіз да. Елімізді тыныштан ұстап отқан солар. Қазіргі таңда жай ғана әлсіреп бара жатыр да. Біз сол әлсіреген кезде біз оларға жауапкершіліктен біз қашпай қол ұшымызды беруіміз қажетпіз. Бейжай қарауға болмайды, өйткені артымызда ұрпақ келе жатыр. Ер деген ел үшін туады, ел үшін өледі дейді. Ол қандай болу қажет дейді. Сол үшін ер азамат көбінесе ақылмен жұмыс жасау керек. Яғни ақылмен жұмыс жасаған сайын парасат ақыл көтереді дейді. Оны көтеретін әйел айналып келгенде. Біз эмоцияда шешім қабылдаған кезде ер азамат бір-ақ сөзбен айуы болмайды дейді. Өйткені ода парасат ақыл, жаңа ақыл, қатты разум бар да. Бірақ солар қазір не өшіп бара жатыр да. Ажыраса алу біз артымызды ойламауымыздың, яғни арттағы ұрпақты ойлауымыз қажетпіз. Ажыраса алу жеңіл, бірақ ауыз сөз. Барасыз, сізге 2 ай уақыт береді, ажыраса саласыздар, бірақ ол жерде бала не болады? Баланың көз жасы не болады? Баланың сағы не болады? Мама бала деп мен өмір сүрем ба? Мен де өзім жеке өмірім бар ғой деген секілді қазіргі таңда бар ғой. Ай балам-ау, сен кетесің, мыналар не болады? Сен мықты қылып мен жараттым ғой. Сол үшін білім алсаң, бәрі өзінің орнына келеді дейді. Бұл енді бәріміз бір сынақтан келіп барып шығып отырып қой. Алла басымыз тәжірибемен өткізбесе, біз бүйтіп отырғызып қоймайды. Үлкен оборотқа да жеткізді. Ол оборот көтерілген кезде көтере алмаған уақыттарда болды деген секілді. Сонда 2 мына бас қараны қостым дейді Құдай. Енді бірге ағару ол сендердің міндеттерің дейді. Бірге ағару деген нәпсіні тәрбиелеген кезде адамның жаны тазарады екен. Сонда адам бұл мектеп қой, отбасы деген. Сен оны өте алмасаң, әрі қарай оны балалар да өте алмауы мүмкін дейді.